Достар, бүгін отбасы влог. Бүгін біздер Рауан сабақтан келді. Біз қазір күнделігін тексеріп, сабағын жазатын боламыз. Және де біздер Рауанның осы сәуірдің 24-інде туған күні келе жатыр. Жақында туған күні жақындап қалды. Құдай берсе туған күні келген кезде көрсетеміз сіздерге туған күні қалай өткен. Ал енді кеттік, біз күнделігін тексеріп жүрміз. Күнделігін аштық. Бүгін бізде Рауан 9 балл алған материнен. Өте күшті. Енді қазір біз сабағын жазатын боламыз. Сабағыңа шығар. Қандай сабақ берді саған? Бізде Рауан ана тілін шығарды. Бізде ана тілі міне екінші жаттығу 84-ші беттеді. Қазір біз 84-ті ашайық. Неге бізде екінші жаттығу қайда? Міне осы екінші жаттығу. Осыны көркем жаз дейді. Давай, Рауан, өткен шығар. Көркем жаз дейді. Қазір мен стол қойып берейін. Және соған жеке Рауан қазір жазатын болады. Қазір Рауан жаза ғой. Қандай сөз? Жоқ, қандай сөз бәрін оқығанда? Әшер. Қазір қара жерден мен түсінбей аттым тез туған. Шер дейді. Шер деген сөзді жаз кәне. Енді қандай сөз? Кезде. Жазып аттым міне. Енді бізде қандай сөз тағы? Асты. Сосын Мен. шер кезде астымен енді қандай сөз? Енді надан кейін қандай белгі тұр? Қандай зат? Нүкте ғой. Қалды. Қандай сөз? Қалды. Соны жаз енді. Астына жазайын деп жатыр. Енді қандай сөз? Шук деген сөзі жаз, Рауан. Енді қандай сөз? Қазір жазып болғанда көрсетеміз. Бізде жазып болды. Дәл сөзі шер кезде астыммен қалды жуып жүремін. Қолды, то есть қалды деп қойған, қолды жуып жүремін деген мақал матем. Енді қандай сабағың бар тағы? Матемін шығар. Енді қазір матемін шығарады, сол кезде көрсетеміз. Сәуірдің 6-20-ға дейінгі қосу және азайту дейді. Тақырыбы бізде екінші тапсырмам, да? Сосын бізде 91-ші бет. Деген деп қойыпты. Есептеген. Енді осы тапсырманы шығарамыз. Азайту керектің олар. Бізде Рауанның есебі. Короче,
бірінші қатардың барлығындай зат екенде азайту 10, только 10-ын азайтады, ал екінші қатар 20 уже көбейді да 10-ға қарай. Енді осылардың бәрін шығарамыз. Бірінші жағын жазайын деп жатыр. Міне 10 азайтамыз 4. 10 азайтамыз 4. Ана азайтуды дұрыс тапсал. Қайсы қол кетті? Ана бірді де дұрыс тапсал жүр. Бірді 7-ге ұқсап кетті камерадан. Аха, енді тең. Енді мына жерде бізде 10 қарандаш тұр, достар. Енді сол 10 қарандаштан 4-еуін алып таста, сол өзіне неше шығады, соны жазасын. 4-еуін алып таста просто. Неше болды сонымен жауабы? 6 ма? Давай жаза ғой. Енді астына 20 азайту 4-те. 20 мен 4 азайтсаң неше болады жауабы? 16. Давай дұрыс жаза ғой. Енді бізе 10 азайту 3. Астына. Жоқ, шетіне жаза бер. Шетіне. Рауан сабағым болды. Енді біз бұған осындай күшті шоколад береміз. Мынаңдамы өте күшті, как киндерге ұқсайды. Вот, Рауан, мынау саған біреуін жеп қара. Мына үшеуін бердім, давай дегустация. Қалай? Күшті ма? Енді бізде осымен видеомыз біткен жоқ. Мен тек қана осы тапсырмаларды ғана бердік. Қазір біз күнделігіне салып осыларды реттеп, қазір күнделіктеріне заттан салатын боламыз. Мен шоқсында күшті күн. Міне. Арық үлкен. Қанға арыққа. Және сүті молочный шоколад өте дәмді екен. Әні біз қазір Рауан деген сыныпта осындай орындап келген, өте көп есепті шығарып келген. Міне бояған үстіне 5 қойған апайы. Қазір бір күндеріне кітаптан саламыз. Көріңіздер, өте күшті екен, дәмі де прям күшті ұнады. Прям молочный шоколады кейін арқылы күшті. Үстінде молочный шоколадқа өте кендердің дәмі ұқсайды бейбі бокспен. Рауан бізді салып жатыр өзінің сумкасына. Міне сән сала ғой. Соқтарын салып жатыр. Киндерін үйненді жатыр, давай жинапта. Омен. Давай. Демлеп жинап, күшті қол. Ну, бізде Ясина, привет де. Привет. Лайк басты. Тіркелі. Достармен бөлесті. Ладно, сөйлеп тұрыз. Давай. Бізде Рауан киімін жинап болды. Но бізде Жанар сабақтан келді жаңа. Давай енді пока дейміз оқырмандарға. Всем пока. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Всем пока. Пока дейсің. Пока де. Пока.